Ассалауму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кайсыздар, құрметті менің оқырмандарым. Ниеттеріңіз қабыл болсын, ораза ұстаған жандар. Осылай қыстан көктемге аман-есен шығуымызбен ауылға көшіп келдік. Қайтадан қырдамыз. Мына жерде енді әбіржіген үйді көріп тұрсыздар. Бұл жердің бәрін краскілеп тазалайтын боламыз. Тазалап, жан-жақтан бәрін ремонттайтын уақыт келді. Енді көрпе-төсектердің сырттарын бәрін жуып, палашу дегендей. Бірақ бізде әлі ызғар, суық, жел. Мына жерде өзім бұлайынша сөйлеп тұрмын, бірақ желдің даусымен онша естілмегеннен кейін осылай сөйлеуді жөн көрдім. Бұл жерде қора малды жайғастыруға келдік қызымыз екеуміз. Бәрі жер әбіржіген. Бұзауымыз туған. Ой, бұл бұзауымыз туған деп жіберіппін ғой менде. Бір сиырымыз туған. Байланған қошқардан екеу ғанасы қалған. Қалған үлкендері. Жердің налогын төлеуге кеткен олар. Бұяқта қозы қойларымыз қамаулы. Қозылары кішкентай болғаннан кейін бұлар бөлек тұрады. Көп қой, үлкен қойлар бөлек тұрады. Бұларға суын бәрін даладан тасып алып кеп береміз. Қазіргі таңда 2 сиырымыз туды. Енді екеуін сауып, құрт, май, айран, көп су дегенде істеп жатырмын. Енді оның бәрін видео түсіріп салатын боламыз сіздерге. Мына жерде қызым қаладан келгеннен кейін енді өзінің туып өскен жерін сағынып қалған. Бауырын басып, бауырын басып деп, мауқын басып, далада ойнап күліп жүрді. Мына жерде сиыр саууға шықтым. Ең опасный, арасында сүзетіні, қызыл киімдерге жүгіретіні бар сиырды саууға келіп жатырмын. Бірақ мен өзім қызыл киініп алғам. Жолдасым келмей сауа алмаймын оны. Оған көмектесуге бардым кейін. Шөп салысуға. Екеуміз бірге шөп салдық. Арасында ойнадық, күлдік. Жылаған жоқпыз бірақтап. Видеоға түсірдім, арасында екеуміз жарыстық. О, арамдықпен озып кетті дегенде ғой. Жолдасым екеуміз сауамыз сиырды. Бұл сауамайым. Басқа сиырларды сауа берем, бірақ именно осы сиырды сауамайым. Мына жерде шөп салысуға көмектестім. Көп қойларға. Осылай нашарлап қалмас үшін деп шөп береміз бәріне. Аманат қой қосқаннан кейін бұның бәрін тоқтатамыз. Шөп беруді далаға көкке жаямыз. Қазіргі таңда аманатты қойларды қостық. Бұл наулардың бәрін жинадық. Қораның садырасын бәрін тазаладық. Оның бәрін бөлек салатын боламын. Қой көбейді, қораны үлкейттік дегенде ғой. Енді мына жерде сеткамен шөп қора жақпен айналып баратын болдық. Шөп салдық, үйттік, бүйттік. Сонымен аттап өтетін болдық. Сеткадан арғы бетке. Сен жүре бер, мен бұяқпен барам, сен бұяқпен барам. Жоқ, бірге барамыз дегенде ғой. Сөйтіп ол өтті, оның арқасынан мен өттім. Сонымен мына жерде сеткамен асылып өттім. Қамай. Өзі шалбар киіп алғандар тез өтіп кетеді ғой мына жерде. Просто мен қызыл халатыммен, баяне халатыммен сүрініп қалғаным болмаса, былайынша бәрі жақсы, нормально. Екеуміз сиыр саууға кірдік мына жерде. Бұл сиырдан барлығы қорқады. Атаманы сиырдың осы көкеміз болады деп. Просто ақсаңдық қапты. Аяғына шөп кіріп кеткен ба, ағаш кіріп кеткен ба, бірдеңесі бар. Мына жерде жем береміз. Осы сиырға именно жем беріп сауамыз. Жем бермей саусаң күйне болады. Осылай зылдатып сауып аламыз. Негізі қораға бөлек киім, үйге бөлек киім болатын тұғын. Просто так сызылдым бүгін деп па. Арнайы сіздерге видео түсіру үшін осылай болды. Мына жерде
сүтті үйге апарып кіргізіп қойдым. Потом сиырлардың бәрін шөпке айдап апарып, мен шөп салам деді. Сонымен ол қиға кетті, кім бірінші барады деп екеуміз жүгіріп жарыстық. Сөйтіп ол арамдықпен бірінші менен алдын барып алған, басталды деп айтпай атып. Сонымен мен бұяқта басым сипап, басым қасып қалып кеттім. Вот осылай ауылдың шаруашылығын осылай жасаймыз. Сен істе, мен істе емес, екеуміз біргелесіп. Бірге күліп ойнап, біз бақытты болсақ бәрі бақытты деп. Осылай көмір қиын бәрін тасытып алам. Кешке папаның туған күніне құттықтауға бардық. Мың алғыс әке баққаның үшін деп колонкаға музыка қойып. Сәлтіміз жоқ енді, сәлт амадық. Тағы суық болғаннан кейін, тағы бір бөле болып қалар деп. Не жерде мен әкемнің қызымын, бірінші басты рөлде өзім құттықтаймын, бәрін өзім аламын дегенде. Әпкелерім, жезделерім, жиендерім болып барып құттықтап қайттық. Сөйтсек үйде қонақтар отыр екен. Вот осылай өзімнің сүйікті любимый тәтеммен бір би билеп, потом үйге қайттық. Папаның нағашылары кепті, жиендері, тағалары, бәрі. Осы. Қолдап кетіңіздер, лайк, подписка жасап, менің видеоларымды бағалап кетіңіздер. Бұл жылы 6:47, почти 7 секундтық видео.